Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 12 қасық итальяндық пирогын дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі әрбір құрамы 12 қасықтан тұрады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және де 12 қасық қантымызды саламыз. Мен осылай ыдысқа өлшеп алдым. Және де миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен жақсылап ағарғанша араластыратын боламыз. Міне біздің массамыз осылай ағарып ұлғаюы керек. Және де 12 ас қасық сүтімізді құямыз. Мен осылай ыдысқа әрбір өнімді өлшеп алдым. Және де жақсылап тағы да араластырамыз. Және де 12 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Он екі ас қасық ұнымызға 1 шай қасық разрыхлителімізді салып араластырамыз. Және де ұнымызды електен өткізіп, ыдысымызға 2 бөліп салатын боламыз. Массамыз дайын болған соң пергамент төселген ыдысымыздың ішін майлап, сұйықтығымызды құятын боламыз. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Сәндеу жағы өз қалауларыңызда. Осы рецепті қолдана отырып пирогты дайындап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Сіздерге арасын кесіп көрсететін боламын. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай құрамы өте қолжетімді. Әрбір қаншайымдардың асханасынан табылады. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және де менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған дәметкен.